Барлығыңызға сәлем. Мен бүгін Instagram арқылы қалай таргет жіберу керектігін айтатын боламын. Таргет жібермес алдын сіздерге таргет жібергенде жазуға болмайтын сөздерді айтқым келіп отыр. Мына жерде көрсетілгенде ақша, табыс, сетевой, қаражат, кредит сөздерін жазатын болсаңыз, сіздің Instagram'ыңыз блокқа кетеді. Бұл сөздерді жазу үшін сіз мысалы ақша деген сөздің бір әріпін ағылшынша әріппен жазамыз. А деген әріпін ағылшынша әріппен жазамыз. Енді келесі табыс деген сөзде мысалы А әріпі мен С әріпін ағылшынша әріптермен жазуға болады. Енді таргет жібермес алдын біз парақшамызды открытый страницаға қоямыз. Ол үшін настройкаға кіреміз. Одан кейін астында батырмаға басамыз. Осы жерде закрытый аккаунтты алып тастаймыз. Менгі алынып тұр. Енді біз Facebook аккаунтымызды Instagram парақшамызға жалғаймыз. Мына страница деген жерге басамыз. Осы жерде менікі тіркеліп тұр. Яғни сіз тіркелмеген болса, создать страницу дегенді басып, Facebook аккаунтыңызды тіркейтін боласыз. Одан кейін бізге баннер керек. Баннер болмаса, немесе осындай прайс-листті салуға болады. Өйткені менде бұл скидкамен тұр. Немесе осындай баннер жасап, Instagramға публикацияңызға салатын боласыз. Одан кейін астында көк батырманы басамыз. Енді осы жерден таңдайсыз, больше сообщений дегенді бассаңыз болады, немесе больше посещений профильді бассаңыз болады. Мен осы кнопка арқылы жіберемін. Далені басамын. Одан кейін аудитория. Аудитория бұл жерде создать свою аудиторию дегенді басасыз. Бұл жерде аудиторияның атын өзіңіз қалаған ат бойынша жазасыз. Өйткені ол клиенттерге көрінбейді, тек өзіңізге ғана көрінеді. Мысалы, мен клубника шоколаде деп жазамын. Одан кейін местоположение менде. Сіз қай қаладансыз, сол қаланы таңдайсыз. Мысалы, мен Шымкенттенмін. Шымкентті басамын. Енді мына бетінде местный уровень деген бар. Бұл жерде сіз мысалы Шымкент қаласының ауылдарына да көрсеткіңіз келсе, радиус арқылы километрді созып, мысалы 7 километр, 8 километр етіп таңдасаңыз болады. Немесе сіз ауылдық жерде немесе ауданда тұратын болсаңыз, поискқа жазған кезде аты шықпаса, осы жер арқылы картадан көрсетіп салсаңыз болады. Енді келесі бізде интересы. Бұл жерде клубника шоколаде жасағанда интересы онша қажетті жоқ. Келесі бізде адамның жасын таңдау. Бұл жерде сіздерге мен кеңес беремін 18 жастан бастап таңдауға. 18 жастан, мысалы 35 жасқа дейін, 40 жасқа дейін таңдасаңыздар болады. Және астында еркектер және әйелдер деп тұр. Бұл жерде клубника шоколадені мысалы әйелдер де алуы мүмкін, еркектер де алуы мүмкін. Сондықтан мен екеуін де жібере беремін. Біз аудиторияны таңдадық. Енді біз келесі далені басамыз. Бұл жерде сіз реклама салғаныңыз үшін сізден ақша алады. Яғни мысалы сіз $2 мысалы үшін $2 2 күнге жіберсеңіз болады, немесе $2 бір аптаға салсаңыз да болады. Сіздерге бір күнде 2 немесе $3 салуға кеңес беремін. Енді біз Instagramға карточкамызды жалғайтын боламыз. Ол үшін оплата деген жерді басамыз. Осы жерден добавить способ оплатыды басамыз. Визасы бар жерді басамыз. Осы жерге Каспи карточкаңыздың сыртында өзіңіздің аты жөніңізді ағылшынша әріптермен жазып шығамыз, үлкен әріптермен. Номер картыға өзіңіздің Каспи карточкаңыздың сыртындағы номерді жазамыз. Мына жерге карточкаңыздың срогын жазамыз. Мысалы 10-25 немесе 10-26 деп тұр мүмкін. Және ең соңына карточкаңыздың келесі бетіндегі 3 цифраны жазамыз. Мына осылай сізден Каспиіңізден сообщение келетін болады. Каспи карточкаңызды тіркедік. Енді продвигать публикацию дегенді басамыз. Астында көк батырманы. Енді сіздің рекламаңыз 24 сағатқа дейін проверкада тұрады. Проверкадан өткеннен кейін барып, сізге таргетіңіз жүреді.